Салам достар, сіздермен Құлымбет. Бүгін біз Олимп трейдинг платформасы жайлы қысқаша түсіндіріп өтемін. Егер сіз профессионал деген сияқты темалармен платформаны білсеңіз, онда бұл видеоны қарамай қойыңыз, бірақ қарасаңыз дұрыс болады, просмотр үшін ала берсін. Новичоктарға арналған видео. Кеттік. Достар, мен қазір Олимп трейдинг платформасына отырмыз. Платформаның еш нәрсеге қарамай бірінші пополнить счет басасыз. Бұл демо счет, реально ақша емес. Так, пополнить счет басқаннан кейін, мына жерде басылады, мына жерде басасыз. Менде басылмайды, менде уже счет пополнен. Сол оның демо счетпен 278-ге көтерілген. Так, давайте. Жақта учебный счет сіздерге 10 мың толтырылады. Пробный ставка тігу үшін қарамаңыз, еш нәрсеге қарамаңыз, просто пробный қолыңызды үйрету үшін. Мысалы, жақта минут евро-доллар, мысалы 1 минут дейік. Это ақша, сумма қанша тіктіңіз келеді. Мысалы, мен 1000 дей салайын. Доходность, 82%. 1000 тіксем 820 доход ұтамын. Так, міне қазір өтірік тігемін. Бұл жерде анализ жасау керек, бірақ сіздер үшін видеоны ұзартпау үшін тез тіге салайын. Мысалы, қазір. Так, давайте жоғары, так. Давайте төмен тігейін 1 минутқа. Төмен тіккен кезде көріп отырғандарыңыздай қызыл сызық пайда болады. Мынау домалақ ашылған сумма, мынау жабылған. Осы уақыт аралығында 1 минуттық аралық. Осы уақыт аралығында котировка төмен жүрсе, то есть осы сызықтан жоғары шықпаса, сіз ұтасыз. Қызыл, мен қызыл төмен қарай тіктім, қызыл. Мен жоғары тіксем жасыл болады еді. Қазір тағы жасыл тігейін, күшейту үшін мысалы. Төмен түстім котировканы. Мен жасыл, ой, блин, егерме алдым. Вот, блин, егерме алдым. Вот, мен егерме. Вот. Оны қазір жасыл, мынау жасыл болып неседі. Осы бойынша уақыт саналады. Мысалы, қазір қызыл котировка. Выигрыш болды. 820 выигрыш. Мысалы, мына жерде уақыт көрсетіп тұрады, қанша уақыт қалғанын. Егер сіздің ставкаңыз дұрыс, сіздің ойыңыздай болмай жатса, жарты ақшасын қайтарып алсаңыз болады. Жарты дегенде, мына продажа бар, оны бассаңыз, ақшаңызды қайтарып беріп, мысалы, қазір басайын, ақшамды қайтарып алдым. Продажа, то есть, міне. Ақшам жартысын қайтарып алдым. Бірақ бұл не 9 секундтан, 10 секундтан кейін уже басылмайды. Міне, 9 секунд, 3 секунд басылмайды уже. Бұл екінші правиласы уже. Вот, в принципе, продажа, выигрыш. Міне 281. Ставка осылай тігіледі. Так, валюталарды айттым вроде сіздерге. Криптовалюта, сырье, индекс, биржевой акции. Одан кейін меню бар. Ақша толтырғыңыз келсе, ақша шығарғыңыз келсе, менюға кіріп, вывести, пополнить басып, ақшаны толтырып шығарып алсаңыз болады. Обучениялар бар, өздерінің турнир бар. Аналитика, сол себепті, егер фон сіздерде қазір ақ болып тұрса, фонды өзгертсеңіз болады. Мысалы, мынаны бассаңыз, осыны темная тема. Мен қазір светлая тема, темная тема, артын өзгертесіз. Маған қара темный фон ұнайды. Язык, русский, английский таңдасаңыз болады. В принципе, так, все. Так, индикатор. Потом ойын былай айтқанда уже анализ жасаған кезде индикаторды қолданасыздар. Так, потом технический анализ особо кірмеймін. Одан кейін, в принципе, все. Осылай ставканы тігесіздер, жоғары төмен процентке қарап отырыңыздар, процент азаюы мүмкін кейде. Соған байланысты азайса тікпейсіздер, процент аз болса егер. В принципе, все. Платформа Олимп трейдинг осындай. Және де өздеріңіз сұрақтарыңыз туындап жатса, маған под комментарий кез келген сұрақты қоя беріңіздер. Тупой сұрақ болса да,
не тупой болса да. Сонымен видео аяқталды. Сіздерге сәттілік. Видеоға лайк басайық және де поддержка берсеңіздер тіпті жақсы.